Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Динара. Мен Шымкент қаласының номер 64 мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысымын. Қазіргі таңда мен мамандықты таңдаймын байқау арқылы өзімнің болашақ мамандығымды сіздерге ұсына отырып, өзімнің болашақ жоспарларыммен бөліскім келеді. Ендеше жалпы мамандық таңдау сөзіне тоқталсақ, мамандық таңдау дегеніміз ол болашаққа үңілу ғана емес, сонымен қатар адамның ішкі жан дүниесіне үңілу. Себебі мен үшін мамандық дегеніміз оқу, білім алу, үйрену болса, екінші жағына ол менің сүйікті ісіммен айналысу, жан дүнием қалаған іспен айналысу. Сондықтан да менің болашақ таңдаған мамандығым ол сәулетші мамандығы. Сәулетші дегеніміз бұрыннан да қазірде үлкен сұранысқа ие болған мамандық. Жалпы сәулетшілер дегеніміз кім? Сәулетшілер дегеніміз ғимараттарды жобалайтын, жоспарлайтын, толық салынуын қадағалайтын адамдар. Этимологиялық алғанда бұл термин, сәулетші деген термин латын тілінен енген. Ал грек тілінен архитектон деген сөз бас құрылысшы немесе шебер өнері дегенді білдіреді. Жалпы сәулетші өнерін айтқанда мен Джон Рискиннің мына бір сөзімен сіздерге бөліскім келеді. Мүсіндеу мен сурет салуды білмейтін адам ол сәулетші емес, ол құрылысшы. Яғни осы мамандықты маған қызықтыра білген, шабытымды ашқан ол біздің Қазақстанның сәулетшілері. Және де ол менің сурет салу мен мүсіндеуге деген махаббатымның арқасында туындады десем болады. Ең алдымен мен сәулетші мамандығына қызығушылығымды Ақмырза Рүстембеков ағамыздан алдым. Себебі сол кісінің жұмыстарын, салған ғимараттарына қарап, өзімнің қиялыма ерік бердім, болашаққа жоспарлар құрдым десем болады. Жалпы Ақмырза Рүстембеков ағамыз өзіміз білетіндей бәйтеректі салған кісі. Сонымен қатар Болат Құспанғалиев, Сұлтан Баймағамбетов атақты архитекторлар, сәулетшілер. Осы мамандықтың тиімді және тиімсіз жақтарында айта кету дұрыс деп санаймын. Мамандықтың тиімді жақтары ескі көнерген жерлерді қайта жандануына мүмкіндік беру. Сонымен қатар Қазақстанның болашағын, Қазақстанның экономикасын дамытуға өз үлесімді қосу бұл мамандықтың тиімді жақтары болса, мамандықтың тиімсіз жақтары ол жылжымалы нарықта жүреді және де үнемі жаңа идеялардың туындауын талап ететін мамандық деп айтсам болады. Сонымен қатар осы мамандық қажет салалар. Бұл мамандық білім саласында да, медицина саласында да, сонымен қатар құрылыс, өндіріс, экономика нарығында да үнемі қажеттілік тудырады. Сәулетші болу үшін техникалық деңгейде ағылшын тілін білу керек, сонымен қатар міндетті түрде жоғары оқу орнын тәмамдау керек. Және сізде екі бағыт таңдау бар. Ол біріншісі 140 баллдық ұлттық бірыңғай тестілеуден өту, немесе шығармашылық ұлттық бірыңғай тестілеуден өту. Сәйкесінше бойыңызда сурет салуға, мүсіндеуге деген қызығушылық пен бейімдік болу керек. Бұл пунктілерді оқығаннан кейін мен бірден сәулетші болсам не істеймін деген сұраққа тоқталдым. Ең алғашқыда мен сәулетші боламын дегеннен бері ақылды қала жобасын қолға алу менің арманым, жоспарым, мақсатыма айналды. Ақылды қаланы құру, жабдықтау. Яғни қаладан қалаға, ауылдан ауылға мен жол жүрген кезде үнемі байқайтыным, ауылды жерлердің арасын немесе қаланың араларында бос жатқан жерлер, кеңістіктерін, сәйкесінше игерілмеген кеңістіктер. Осы жерлерде мен ақылды ғимараттарды тұрғызу арқылы ақылды қаланы қойғым келеді, жабдықтағым келеді. Ақылды қаланың ғимараттары да ақылды болады. Яғни бұл қаланың басқа қалалардан ерекшелігі қандай? Ең алдымен қаланың тұрғындары үшін жайлы әрі қауіпсіз болуы. Мысалға, қаланың ішінде өрт немесе басқа төтенше жағдайлар болған кезде үй иелеріне хабарлама келеді. Шамдар адам жүрген аулаларда, бөлмелерде жанады. Ауаны сөйлеу, бұйыру арқылы тазартуға болады. Автоматты жылыту сынды ерекше қабілеттерге ие болады. Ақылды қаланың есіктері автоматты түрде жабылады, егер үйге немесе аулаға бөтен адам кірсе. Сонымен қатар сирена, бейнебақылау сынды дүниелер бөтен адамдарды тіркеуге алып отырады. Осылайша мен қауіпсіз әрі жайлы қаланы құрамын. Бұл индустрия мен әлемді дүр сілкіндіретін қала болатынына мен
нақты сенімдімін. Арманым бар, мақсатым бар, және оған ұмтылатын жоспарым бар. Егер де болашақта мықты сәулетші болсам, міндетті түрде мен өзімнің мақсаттарымды іске асырамын. Қазақстанда ең мықты 30 мемлекеттің арасына міндетті түрде қосамын.